Дәрігерлердің рұқсатымен операция кірдік. Мұнда 5 жастағы бүлдіршінге ота жасалып жатыр. Яғни бұл баланың бет терісі күйіп қалған. Енді дәрігерлер оны қайтадан қалпына келтіру үшін тері астындағы майды қолданбақ. Тері астынан майды алып, жаңағы май мен қан екеуін бөліп, сұйықтықты алып тастады. Жаңағы майды күйген бетіне инъекция арқылы бетіне салмақшы. Өте маңызды процесс пе негізі? Бұл өте маңызды процесс. Жаңағы күйген беті өз қалпына келу үшін солай жасап жатыр. Жоқ, зияны болмайды. Керісінше жаңағы күйген тері өз қалпына келеді. Аяқтауға жақын қалды. Ең маңызды процесс болып жатыр қазір. Бүлдіршіннің бір жақ беті мен оң қолы 6 айлығында күйіп қалған. 6 жылдай баланың беті, мойны мен көзінің айналасына 8 рет ота жасалыпты. Анасының айтуынша, өрттен кейін нәрестенің келбеті қатты өзгерген. Қазір жағдайы бір қалыпты. 2018 жылы түнде тоқтан өрт шығып, Дария күйіп қалды. Беті қатты зақымданды. Дәрігерлер баламды емдеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Алдағы уақытта қызымның бетін қайтадан қалпына келтіру үшін косметологиялық оталарды жасау жоспарымызда бар. Біздің енді елімізде осындай жарақат алғаннан кейінгі немесе күйік жарақаттан кейінгі тыртық пайда болу жағдайлары көп. Және біздің больницада осы күйік жарақат бөлімшесінде Қазақстанның барлық облыстарынан келіп ем-дом алады. Осындай операцияларды жасаймыз. Сол дененің тыртықтары немесе сол аяқ-қол буындарының тырысып қалуы немесе солардың қызметі шектеліп қалған жағдайда соларды қалпына келтіру операциялары жүргізіледі. Бөлімшеде денесін күйік шалып ем алып жатқан балалар көп. Мұндай трансплантациялар көбіне 5-6 жастағы бүлдіршіндерге жасалады. Дәрігерлер күніне 2-3 науқас қабылдайды. Бұндай операциялар қанша уақытқа дейін созылады? Операция ұзақтығы көбінесе 20-40 минут арасында. Реконструкция жасалатын косметологиялық операциялар этап-этаппен жасалатын кезең болады. Тыртық сәл қалып қалуы мүмкін деп айттыңыз ғой, оны болашақта да косметологиялық түрде оны дұрыстауға бола ма? Енді максималды түрде біз операция жасап түзеткеннен кейін лазермен немесе арнайы гельдер бар, солармен жабуға тырысады. Сол шетелде Кореяда жиі қолданады практика. Тыртықты жоқ қылып тастайтындай. Ғана осы сұрақты біз осы мастер-класс профессордан сұрағанбыз. Әлем бойынша өзі тоқтайтын жер бар дейді, медицинаның қолы жететін. Содан кейін ары қарай еш нәрсе істей алмайсың дейді болды. Елордалық мамандар жылына 120-ға жуық теріні қалпына келтіру емін сәтті жүзеге асырған. Дәрігер Бақытжан Сағидолданың айтуынша, бұрын бұл ауруханада операциялар тек денеге арналса, алдағы уақытта бас, бет және мойынға пластикалық ота жасалмақ.